Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu alaikum ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, bауырлар, қазақстандықтар. Бүгін бір мынандай қызық жайт айтқым келіп тұр да. Бұл енді негізі былай видео түсірмеймін, бірақ айтқым келіп кетті да. Ысқақ деген бар ғой, Думан Сайкю деп. Анау атеистердің бәріне пір болып жүрген, атеистердің соған сеніп жүргені. Негізі бірақ білімі жоқ оның. Мүлдем білімі жоқ. Мен кірген былай қарасаңыздар, дұрыстап бір ана диспуттарын қарасаңыз, бір білімді кісілермен шықса, ол сразу не қашады, не болмаса жауап бермей қалады да. Сол айтпақшы, өткенде бір диспут болды. Мен кірмей кеткем негізі. Көше жас баланы тағы да жүре берсін, мән бере берсең, ол тағы нетеді ғой деп. Бір шетінен исламда популяризация қылсын, қазір интернетке кірсең, дін туралы тақырып қойса. Адам дін туралы тақырып жақсы ғой. Әйтеуір несі болсын, анау болсын, біреу шақырып, дінге қарсы шақырып жатса да әйтеуір, біреу хотя бы ашып іздейді ғой, чат-GPT-дің заманы, ислам деген не ол деп. Өзі санасы бар адам табады исламды. Қайта популяризация жақсы болды негізі. Жарайды, одан емес мәселе. Сонымен өткенде кірмей кеткем тиктокқа, неге. Алдында бір Сайкюда сөйлесіп, орнына қойып кеткеннен кейін кірмей кеткем. Сонымен бір кісілер айтып жүрді, артыңыздан сөйлеп жүр анау деп, жарайды деп жүре бергем ғой. Өткенде кірейін шосы деп кірсем, ой алла, сұрақтан қашып тұр да, біліп тұр жауап бермейді екен. Сол айтпағым не? Айтпағым сөйлесіп шығарып жібереді. Кіргіз десем кіргізбейді мені да. Сөйтіп женіп жүргенде, енді елге сөйтіп білімді көрініп жүрген бір екенді қарапайым халықты, ол өзінің шаруасы бар, жұмысы бар адамдармен жай тиктокқа ерігіп кіретін адамдарды бір сөзден ұстап, ананы жайып, соған сеніп жүргендер адамдар бар, артынан еріп атқан. Соны мен айтпағым не болды да? Мені шығарып жібереді, кірейін деймін, шығарып жібереді, кірейін деймін, шығарып жібереді да. Сонымен әңгіме былай болды. Тұрды да менен отписка тастап кетті ғой. Андай вообще отписка жасады. Уаллахи міне. Өтірік алдап тұрған жоқпын. Біреуге өтірік маған шын деп айтама. Жігіттер, атеистер, бауырлар, Исхақтың өзінен сұраңыздар, Исхақтың егер сенімді болатын болса. Отписка тастап, в общем, бан ба нет. Менімен связаться етпейін деген мақсатпен сөйтіп кетті ғой, бауырым. Сол жігіттер, айтайын дегенім сол атеист бауырларымызға ойланыңдар, кімге сеніп жүрсіңдер. Одан кейін ешқандай атеист жоқ қой. Ақыл ой тұрғыдан дін жоқ деп айтатын да, шамасы жететін. Мен кез келгеніне, осы Қазақстандағы кез келген, Қазақстан болса орыс тілде шаруа жүрді ма, орыс тілдегі кез келген атеистке сөйлесем деуші болатын болса, мен дайынмын сөйлесуге. Кез келген. Атеист Исхақтан негізі қашып жүрген, атеистерге айтып қойын, Исхақтың халқына да. Ол Исхақ қашып жүрген бала, оған қанша шақыртып жіберген, қанша кездесейік деп кездеспей қойған бала болатын. Сол сеніп жүрген адамдар, артынан жүріп жүрген адамдарыңызға бір қараңыздар. Алла бар, артыңыздан өлім келе жатыр, хажабы сол сізді еске алсын. Діни адам болған жақсы ғой. Өйткені сен атеист болатын болсаң, бұл дүниеде өзіңнің күшіңе сенесің да сен. Бұл дүниеде өзіңнің күшіңе қалай сенесің, көп нәрсе сен күшіңмен істей алмай жатсың да. Алла бар екен анық қой. Аллаға сенсең, көп нәрсе өзіңнің рухани тұрғысынан да жеңіл болады да. Алла разы болсын. Алла тағала тауфиқ тура жол насіп етсін қазақ еліме, қазақ жеріне тек дәстүрлі дұрыс исламның тарауын насіп етсін.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қазақ мұсылман бауырлар, ағайындар, туысқа, әпке, қарындастар. Менің жаңа видео соған әдемі кетіп жатыр екен да атеистерге. Осы атеистерге ырза боламын ғой кәдімгідей. Біздің жұмысымызды кәдімгідей жасайды ғой. Популяризация исламын кетіп жатыр ғой. Алла разы болсын деп айтуға болмайды, өзіміздің бауырларға Алла разы болсын, ол кісілерге рахмет негізі. Айтпағым, жігіттер, өткенде Сайкюдің просто бір оқиға есіме түсіп кетті да, соны айтайыншы, бөлісейінші деп. Қазір бөлісу модада болып жатыр екен ғой. Ана Сайкюдің мысалы любой бір білімді адамға көрсетсең, оның білімсіздігі көрінеді да, бірақ мына логика, мантық іліміндегі жалпы адамдар. Өткенде бір жігіт кірді, маған қойып беріп кетті да, кімге. Мен өткенде бір видеосын істедім. Сен неге бұлай айтасың деп қойып беріп кетті да. Сол кезде мысалы мен ишаратып қатырды Нұршан ұстазбен сөйлескенде, неге бүйтіп айтасың деп. Бір бар видео. Сол кезде ана мойындап тұр да өзі. Мен сол кезде менімен сөйлесіп жатқанда мен түсінгенмін, мынау вообще мақтаған Сайкю осы ма деп, оның алдында ойбай деп. Түк білмейді, сол бір сөйлескеннен сөйлеспей кеткен ғой. Мына жерде де солай да, өзі жазып қойған Құдай жоқ деп, жазып қойған, Енді жазып қойғаннан кейін барып кіріп сұрақ қою керек қой. Одан кейін неге Құдай жоқ деп, бірінші бұл идея деп аталады да, бұл заявление деп аталады. Құдай жоқ деп, өзі заявлять ету. Заявление затын болады, және ответчик деген болады. Истец деген болады, және ответчик болады. Кім бірдесе жазатын болатын болса, андай бір утверждение шығаратын болса, міндетті түрде оған неге деген сұрақ қойылады да. Енді оған жазып қойыпты, Құдай жоқ. Енді сұрау керек қой, неге деп. Логика солай енді дұрыс. Өйткені заявить етіп тұр ғой примерно, Құдай жоқ, кел сөйлесетін болсаң деген сияқты. Сөйтіп сондай идеямен кіріп сұрақ қойдым, сөйтсем ол біледі, ол мен сұрақтарыма жауап бере алмайды екен. Қашып, әйтпесе подпискадан қашып, неден шығып кетпейді ғой. Прям менің немнен, жазылымнан, нені даже неге қойып тастаған ғой, Құдай ау, не еді? Блок бет немен сонда қойып тастаған ғой. Не қорқыттым соншама деймін, мен Сайкюларыңыздан атеистер, сіздерге айтып жатырмын. Содан енді жарайды, сұрақ қояйын деді ғой. Сұрақ қойып жатыр. Түнген жаңағы тәубе жайында сұрап жатыр. Біріншіден мен оған айттым, тыңдасаңыздар. Мен айттым, сен бұл хадиспен не шешкің келеді дедім да. Типа бұл хадисті енді сен бір мұсылмандар жер домалақ емес дегенге әкелгің келіп тұр ғой. Мұсылмандар жерді домалақ емес десе, зорды домалақ емес деу абсурд. Демек, кімде кім абсурдты айтады, ол да абсурд. Мұсылмандар да абсурд деген болып қалайын деп тұр ғой онда. Енді оған жетеді ғой менің сөзім. Мұсылмандар домалақ емес деп айтпайды. Мұсылмандар домалақ дейді деп айтсам мәселен. Жеткілікті ғой оған. Оны просто дұрыс түсінген жоқсың деп. Негізі ақылы бар адамға түсінікті ғой. Болды, онда сондай болатын болса, онда сұрағыңызға көше бер деген идея да негізі бұл. Әйтпесе, мен ол жерде білмеймін деп тұруымда ешқандай не жоқ та, мән жоқ та. Өйткені омен ештеңе дәлелдеймін деп отқан жоқ қой. Анау тәубе қабыл болып, қабыл болмаумен ештеңе бекіте алмайды ол. Оның стайын деп тұрғаны тәубе қабыл болмайды, тәубе қабыл болмайды деген мәселеге қатысы жоқ ешқандай. Сол хадис тәубе қабыл болмайды деген хадистің ішінде ол өзі ой шығарып тұр ғой. Елдің, жердің бәріне бір уақытта жетеді деген. Ол жақта ондай әңгіме жоқ. Ол өзі шығарып тұр оны. Соны мен оны айтып жатырмын да, онда жерде хадис жоқ ол жерде деп түсіндіріп беріп жатсам, болды, уже бітті ғой, жауабын алды. Ары қарай мәні жоқ оның. Тәубе қабыл болады, болмайды деген мәні жоқ та. Болды ғой, енді мен көшейін де сұраққа десем, ол деген қатайып тұрып алғанда, енді бәрі біледі ғой. Тек қана соны қырсық атеистер бұл қызы нетіп отқан болмаса, қырсығып, әйтпесе елдің бәрі көрініп тұр ғой негізі. Қалай қашқаны жаңа атеистердің. Егер атеистер, заявление, егер Сайкюларыңыз мықты болса, сөйлессін менімен. Жеткізіп барыңыздар. Ол қашады, ол қорқады менен.